Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай, ең дәмді, тез жасалатын пирогпен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, 4 дана жұмыртқамыз. Оның үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қойып атылған сгущенкамызды құйып, тағы да бір араластырып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ қоспаларымызды, яғни ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып, аз-аздан біркелкі масса болғанша араластырамыз. Достар, ұнды міндетті түрде ұн үйлегіштен өткізіп алыңыздар. Мен бейнеде көрсетілгендей жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұнды аз-аздан салыңыздар, бірден салып жібермеңіздер. Одан кейін бейнеде көрсетілгендей мандариндарымызды ашып, қабықтарын ашып аламыз. Достар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай бөліп аламыз мандариндарымызды. Үйіңізде кез келген формаға салып, үстіне мандариндарымызды осылай жақсылап қойып, үстіне қалған қоспамызды құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градус 35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскен-піспегенін таяқшаның көмегімен тексеріп алыңыздар. Міне пирогымыз дайын.